Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық еті мен көкөністерден өте дәмді котлеттер дайындайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттер: тауықтың төс еті, 1 дана сәбіз, 2 дана картоп, егер кішірек болса, және 1 дана пияз, және де чеснок. Ең бірінші тауықтың төс етін осылай салып, блендерге немесе мясорубкадан өткізіп фарш жасап алатын боламыз. Менің блендерім кішірек, сол себепті мен 2-ге бөліп жасап алатын боламын фаршты. Міне екінші бөлігін салып жатырмын. Чеснокты бірге қосып, өткізіп жіберетін боламын. Келесі кезекте картопты саламыз. Қажетті ингредиенттерді және мөлшерлерін описание бөліміне қалдырып кетемін, сол жақта көрсеңіздер болады. Міне картопымызды да өткізіп алдық. Кезектеп осылай барлық көкөністерімізді блендермен майдалап алатын боламыз. Міне сәбізімізді де майдалап алдық. Енді мұны пиязымызды саламыз. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш салдым, басқа ешқандай специя қоспадым. Жақсылап араластыратын боламыз. Осылай қолдарыңызбен жақсылап араластырып алыңыздар. Бір қалыпты болсын. Енді осындай котлеттің формаларын жасап, котлеттерімізді жасайтын боламыз. Өте қатты қалың қылмай, кішкене жұқалау қыламыз, сол кезде ортасы шикі болмай жақсы болып пісетін болады. Осылай барлық фаршымыздан котлеттерімізді жасап аламыз. Барлық котлеттерімізді жасап алғаннан кейін, осылай сковородкамызға майымызды құйып, қыздырып, котлеттерімізді салып пісіретін боламыз. Орташа отта пісіріңіздер, оттың асты қатты болып кетсе, ортасы піспей қалады. Сол себепті орташа отта пісіреміз. Котлеттеріміздің әр беті осылай қызарған уақытта ала берсе болады. Котлеттің әр жағын 3-4 минуттан пісіреміз, қуырып аламыз. 3-4 минуттан артық ұстасаңыздар, өте қатты қызарып кетуі мүмкін. Мен де кішкене міне ұзақ ұстап қойдым, кішкене қызылдау болды. Міне осылай барлық котлеттерімізді пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Енді қазір қасына гарнирге гречка пісіретін боламын, қайнататын боламын. Міне гречкамызды. Гречкамыз пісті. Енді қазір мен подлив жасайтын боламын қасына. Мен подливке пияз және кішкене көк пияз, тәтті бұрыштар және де кішкене чесночные стрелки болған, соны қосып жатырмын. Әрине, бұлардың барлығы міндетті емес, тек пияздан және де сәбізден ғана жасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай барлық көкөністерді қосып жасай берсеңіздер болады. Және де кішкене томат пастасын қосып, жақсылап қуырып, үстіне аз ғана су құйып. Көкөністердің пісуі міндетті емес, кішкене қытырлап піспеген күйінде өте дәмді болады. Міне бізде барлық дайын болды. Енді котлеттеріміздің қасына гречкамызды салып, және де осы подливкамызды қасына салып ұсынатын боламыз.
Міне, қазір мен котлеттің ішін сіздерге кесіп көрсетейін, қалай болып шыққанын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, осындай болып шықты. Онда жұмыртқа да еш нәрсе де қоспай, дәл осы рецептегідей жасасаңыздар, міндетті түрде көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Міне, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.